Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен ғарыштық түсірістерді жүктеуге байланысты лабораториялық сабақты бастаймыз. Ең алдымен сіздер Google Chrome'да USGS Earth Explorer сайтына кіру арқылы сіздер ең алдымен осы жүйеде тіркелулеріңіз қажет. Тіркеулеріңіз, яғни сіздер ең басында мысалы логин деп тұрады, яғни осы жақта сіздер барлық қадамдарды орындау арқылы тіркелесіздер, өздеріңіз туралы барлық ақпараттарды жазу арқылы сіздер осы жүйеге сәтті тіркелесіздер. Яғни осы логин парольді енгізгеннен кейін сіздер sign in with USGS password деген батырмаға басатын болсаңыздар, сіздер бағанағы USGS Earth Explorer сайтындағы ақпараттарға қол жеткізе аласыздар. Енді сіздердің әрбіреулеріңіздің өздеріңіздің облыстарыңыз бар, зерттеу аймақтарыңыз бар. Осы аймақтардағы ақпараттарды, яғни өзімізге керекті аймақты бөліп алу үшін сіздер бірнеше тәсілді қолдансаңыздар болады. Яғни ол қалай? Яғни осы жақта мысалы өзіміздің зерттеу нысанымыз осы жақта көрсетілген Түркістан облысы болса, Түркістан облысының аумақтарын біз қолмен жеке-жеке бөліп қарастыруымыз қажет. Яғни көріп отырғандарыңыздай, Түркістан облысының шекарасы арқылы біз белгілі бір маркерларды қойып шығамыз. Маркерларды қою мышканың сол жағымен орын алады. Яғни осылай 10-12 шақты маркер қойсаңыздар жеткілікті, яғни аумақты түгелімен қамтитын маркерлар. Келесі қадам бізде datasetsқа кіреміз. Datasetsта бізде digital elevation деген бағана бар. Digital elevation деген жердің сандық үлгісі. Жердің сандық үлгісіне қол жеткізу үшін SRTM-ді басамыз. SRTM-ді отырғаныңыздай ең бірінші SRTM 1 arcsecond global'ды басатын болсақ, біз зерттеу аймағымыздағы SRTM жерді сандық үлгісі пайда болады. Осы жақтағы ақпараттарды жүктеу үшін біз табанды басамыз, осы ізді басамыз. Ізді басу арқылы қай аймақтарды анықтайтындығы бізге анық болады. Осы ізді басу арқылы біз осы аймақтардағы ақпараттарды жеке-жеке жүктеп алуымызға болады. Яғни бұл бізде үш парақ, яғни үш бет бар екенді көріп отырғандарыңыздай. Енді осыларды жеке-жеке жүктеу арқылы біз келесі қадамда мозаика құрастырамыз. Яғни ең алдымен сіздер download options батырмасын басу арқылы төменгі бөлігіндегі geotiff форматын жүктеп алуларыңыз қажет. Бірінші geotiff бізде жүктелу барысында, яғни көріп отырғандарыңыздай, geotiff бізде 25-22 секунд қалғандығы анықталады. Енді біз бұны жүктеп алдық, енді табанды өшіреміз. Келесі екінші түсіріске барып, geotiffті осылай жеке-жеке барлық ақпараттарды жүктеп алуымыз қажет.